Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сәуірдің 30-ы. Химия пәнінен сабақтың тақырыбы сабын және синтетикалық жуғыш заттар. Мен химия пәнінің оқытушысы Сыгаева Қымбат Сагидуллаевна. Сабақтың мақсаты білімділік, сабын және синтетикалық жуғыш заттардың маңызы, ерекшеліктері және қолдану аясы туралы түсініктерін толықтыру. Дамытушылық, сабын және синтетикалық жуғыш заттардың еру және жуғыштық қасиеттерінің ерекшеліктеріне көз жеткізу. Адам ағзасына тигізетін әсерін сипаттау. Тәрбиелік, химиялық заттармен сауатты жұмыс істеуге, уақытты тиімді пайдалануға, жауапкершілікке үйрету. Экологиялық, эстетикалық тәрбие беру. Өткен сабақты есімізге түсіріп кетейік. Майлар қандай қосылысқа жатады? Олар қайда кездеседі? Майлар бұл жоғары карбон қышқылдары. Майлардың екі түрі бар: сұйық май және қатты май. Сұйық май өсімдіктерден алынады, қатты май жануар майы. Майдың химиялық қасиеті бұл гидролиздену реакциясы. Гидролиздену реакциясы нәтижесінде біз көпатомды спирт, глицерин және сабын аламыз. Демек, сабын алуда май оның ең басты шикізаты болып табылады. Ең алғашқы синтетикалық жуғыш құрал 1916 жылы пайда болған. Неміс химигі Франц Понтердің тапқан өнертабысы тек өнеркәсіптік қолдануға арналған болатын. Тұрмыстық синтетикалық жуғыш зат 1935 жылдан бастап шығарыла бастады. Сол кезден бастап олардың қол терісіне зияндылығы азайды. Содан бері пайдалану аумағы бар синтетикалық жуғыш заттар бірқатар жақсарады, ал олардың өндірісі химиялық өнеркәсіптің маңызды саласы болып табылады. Сабын. Сабынның құрамында 16-дан 18-ге дейін көміртек атомдары бар, жоғары карбон қышқылдарының карбоксил тобындағы сутек атомының орнын металл атомы басқан туындысы. Сабындар қатты және сұйық болып екіге бөлінеді. Синтетикалық жуғыш заттар құрамы күрделі синтетикалық қосылыстар. Сабыннан ерекшелігі кальцийлі тұздар суда жақсы ериді де, кір алғыштық қасиеттері кермек суда жоғары болады. Енді балалар, сабынның тек қана жуғыш қасиетінен басқа қандай пайдасы бар екен қосымша ақпарат тыңдайық, назар аударамыз. Кір сабынның пайдасы. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда ғана көмекші құрал ретінде пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Мәселен, адам қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп, жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, бір сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыздың қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң, суға 1-2 тамшы сірке суын қосып шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таз ауруына шалдыққандарға дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғаны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз де сергіп қалады. Іріңдеген жараларға сықпамайын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланғаныңыз да жөн. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараның асқынуын және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып, ауырғанын басады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ертіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіргенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайың.
Сабындардың жуғыш қасиеті жуылатын беткейлердегі жабысқан кір бөлшектерін эмульсия, суспензия түрінде ауыстыра алатын мүмкіндігіне байланысты. Кермек суда сабын іріп кетеді де кір ашылмайды. Себебі кермек суда карбон қышқылының кальций, магний тұздары тұнбаға түседі. Синтетикалық жуғыш заттар күрделі синтетикалық қосылыстар болып табылады. Оларға ұнтақтар, сықпалар, сұйық ерітінділер жатады. Синтетикалық жуғыш заттарды алу үшін әуелі спирт пен күкірт қышқылын әрекеттестіріп, күкірт қышқылының күрделі эфирін алады. Түзілген алкиль сульфаттан күрделі эфирдің натрий тұзын алады. Синтетикалық жуғыш заттардың сабыннан ерекшелігі жуғыштық қасиетін кермек суда жоймайды және қоршаған ортаға зиян. Синтетикалық қоспа адам ағзасына келіп түсіп, аллергиялық реакция туғызуы мүмкін. Мысалы, ыдыстарда дұрыс шайылмай қалған химиялық заттар тамақпен бірге ілесіп, адам ағзасына түсіп, залалын тигізеді. Осы синтетикалық жуғыш заттарды нарықта алған кезде, тұрмыс қажеттілігін өтеуде олардың сапасына көңіл аударған жөн екен. Сол туралы қосымша ақпаратқа көңіл бөлейік. Бірнеше түрі бар. Олардың бірі кір кетіруге, ал енді біреулері киімдердегі дақтармен күресуге арналған. Тіпті кейбір ұнтақтардың арасында ағартқыштар да кездеседі. Оның өзі химиялық қоспасы көп және аз деп бөлінеді. Кір жуғыш ұнтақтың тағы бір түрі биологиялық қоспамен. Негізінде ұнтақтың біреуін ғана емес, бірнешеуін және құрамында функциясы көбін таңдаған дұрыс. Кір жууға арналған сұйықтықтар қауіпсіз болып саналады, аллергия туғызбайды. Дегенмен оның тиімсіз тұстары да көп, ұнтаққа қарағанда әлсіздеу. Кез келген кір жуатын заттың құрамында белсенді заттың үстіңгі қабаты болады. Сол қоспа арқылы көбіктер пайда болып, заттың кірден арылуына ықпал етеді. Оның мөлшері 5%-дан аспау керек. Кір жуғыш ұнтақтардың көбінде фосфат бар. Ол судың сұйықтығын азайтып, ұнтақтың әсерін күшейте түседі. Оптикалық тазартқышты әдетте ағартқыш ретінде пайдаланады, алайда олар киімді ағартпайды, тек ақшыл бояу береді. Ал биоқоспасы бар кір жуғыштар кәдімгі қарапайым ұнтақтардың кетіре алмайтын дақтарына қарсы пайдаланылады. Бірақ мына қағида есіңізде жүрсін. Биоқоспалы ұнтақтар кірді кетіріп қана қоймайды, мата сапасының нашарлауына алып келеді. Есіңізде болсын, кір жуғанда қолыңызға түскен қоспалардың бәрін бір-біріне араластыруға болмайды. Ал араластырған жағдайда олардың күші жойылып, жуған затыңыздың кірі ашылмай қалады. Сабағымызды қорытындылай келе, детергенттер арасындағы ең кең таралғаны алкиль сульфанаттар. Детергенттер дегеніміз синтетикалық жуғыш заттар. Олар кір жуғыш ұнтақтардың негізі болып табылады. Қазіргі таңда экологиялық жағдайға байланысты биоыдырайтын заттарды алу алға қойылған. Сол себепті алкиль бензол сульфанаттарға қарағанда алкиль сульфанаттар өндірісі кең өріс алуда. Жоғарыда айтылған мәліметтерді пайдалана отырып, қосымша пайдалы кеңестерді ескере отырып, үйге мынадай тапсырма аласыңдар. Бірінші, қазақтың қара сабынының жасалу жолы, емдік қасиеті туралы эссе жазыңдар. Екінші, үй жағдайында жасауға мүмкін болатын практикалық тапсырма, яғни сабын және синтетикалық жуғыш заттардың еру қабілеттерін салыстырасыңдар. Жұмыстың барысы төменде көрсетілген. Мүмкіндігінше 2-3 синтетикалық жуғыш зат және сабынның бір түрлерін алуларыңа болады. Жұмыстың барысын кестеге толтырып, жұмыс қорытындысымен бірге фото есеп, кері байланыс жібересіңдер. Бүгінгі сабағымыз балалар аяқталды. Сендерден кері байланыс күтемін. Сау болыңдар.